Аман есенсіздер ма? Жұлдызды ақиқатқа қош келдіңіздер. Бейбіт қорған көпшілік қауымға кешірім сұрауға ниетін қалдырды. 10 шілде күні Астана Елорда 25 жылғы мен Байқоңыр ауданының 5 жылғы орай танымал отандық әншілердің қатысуымен Рахманиновтың атындағы мемлекеттік академиялық филармония концерті өткен болатын. 9 шілде Бейбіт қорған өзінің парақшасында мерекелік іс-шаралар шақыру жазбасында жариялады. Ертеңгі күттім сіздерді достарым, келіңіздер, қош келдіңіздер деп ниетін қалдырып еді. Бірақ бүгінгі 11 шілде күні инстро бөлімінде оны концертке қатысты алмайтынын жариялады. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын туысқандар, өте қатты кешірім сұраймын көпшілік қауымға. Мені жолдап кетіп бара жатыр едім. Филармониядағы болатын концертіме үлгере алмай қалдым. Кешірім сұраймын. Әлі де алда той концерттері өте көп болады. Бұйыртса маған ренжулі шығарсыздар. Сіздерге ендігі жолы керемет қылып өткізуге Құда қаласа, Алла бұйыртса ойдағыдай өткіземін.